Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жемістен жасалатын ең керемет салаттың рецептісін ұсынамын. Менімен бірге болыңыздар. Алмамыздың ортасында сүйегін ажыратып, турап аламыз. Бұл жерде бір алманы қосып жатырмын. Отбасы мүшелеріне қарай өзіңіз көбейтіп азайтып жасасаңыздар болады. Ыдысымызға салып, алмұртымызды да дәл осы формаға сәйкес турап шығатын боламыз. Оны да салып аламыз ыдысымызға. Бананымыздың сыртын тазартып, өте жіңішке қылмай, орташа ірілікте турайтын боламыз. Бұл жерде 2 кивиді пайдаланып жатырмын. 4 бұрыштап турап аламыз. Бұл салатқа йогурт немесе балмұздақта қосуға болады, бірақ та мен ерекшелік үшін қаймақпенен сгущенканың қоспасын пайдаланайын деп тұрмын. Біраз қасықты толтырып қаймағымызды алып, біраз қасық көлемінде сгущенкамызды да қосып, жақсылап араластырамыз. Біркелкі араласқан массада сұйықта осындай масса дайын болу керек. Соған дейін араластырамыз, мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Енді осы массаны жемістерімізге құйып араластыратын боламыз. Және де осының үстіне аздаған какао сеуіп, жаңағы әсемдік беретін болсаңыз, дәміне де ерекше бір дәм беретін болады. Немесе қоспай араластыруға да болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Сондай нәзік, дәмді, керемет болып шығатын салатты сіздерде жасап, отбасы мүшелерін қуантуға кеңес беремін. Менің балаларымның сүйікті жеміс салаты бір отырғанда жеп тауысып қояды, сондай дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Әсемдік үшін тағы да бетіне какаоны аздаған сеуіп шықсаңыздар болады. Сонымен біздің салатымыз дайын. Сіздерге рецепт ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.